Бұл фильм сырттай қарағанда зомби туралы, бірақ фильмді тереңірек қарасақ, оның негізгі ойы қорқынышты зомбилерде емес. Бұл әкесінің кішкентай қызы үшін күресі туралы шығарма. Бүгінгі талқылайтын фильм 2017 жылы жарық көрген «Карго». Бұл аустралиялық туынды бірнеше мағынаны қоса жеткізеді. Армысыздар бауырлар, Ереке YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бұл фильмдегі жағдай былай өрбейді. Әлемде белгісіз жұқпалы ауру таралып, адамзаттың өмірі күрт өзгереді. Қалалардың өркениеттері жойылып, адамдар бір-бірінен қорқатын деңгейге жетеді. Осындай әлемде Энди, оның әйелі Кей және кішкентай қыздары Розимен бірге өмір сүру үстінде. Энди, яғни әкесі үшін ең маңызды адам өзінің қызы. Әйелі Кей әрине жұқпалы ауруға шалдығып, ол өліп қалады. Ал Энди болса мына апаттан аман қалудың жолын емес, ең алдымен Рози қызының қауіпсіздігін ойлайды. Бірақ олардың өмірі тыныш болмайды. Сөйтіп Энди сол тарап жатқан жұқпалы ауруды жұқтырып алады. Осы сәттен бастап фильмнің негізгі қақтығысы басталады. Осы тірі өлікке айналдыратын ауруды жұқтырғаннан кейін, әкесі өз қызының жанында мәңгі болмау керек екенін түсінеді. Осы көзқарастан кейін «Карго» фильмі басқа зомби фильмдерінен ерекшеленеді. Фильмдерде кейіпкердің мақсаты тірі қалу болады, ал Энди үшін тірі қалудың өзі жеткіліксіз. Оның мақсаты өзі өмір сүре алмаса да қызының аман қалуы үшін бәріне бару. Бұл фильмнің ең қорқынышты бөлігі десем болады. Энди жалғыз зомбилерден ғана қорқпайды, ол қызының жалғыз қалуы мүмкін екеніне қатты алаңдайды. Былай қарасаң, Рози әлі кішкентай, ол айналасында болып жатқан жағдайды толық түсінбейді. Әкесіне бұл одан сайын ауыр тиеді. Өйткені Энди қызының болашағына қатты алаңдайды, бірақ өзінің болашағына емес. Себебі ол зомбиге айналатын ауруды әлдеқашан жұқтырып алды. Енді мені қызыма не болмақ? Егерде мен зомбиге айналсам, қызым жай ғана жем болып кете ме? Деген сыңайдағы ойлар Эндиге маза бермейді. Сондықтан Энди қызын қауіпсіз жерге жеткізу керек. Дәл осы соңғы мақсатын Энди өз алдына бекітіп қояды. Сондықтан бұл фильм жай ғана тірі қалу емес. Бұл әкенің өз қызын болашаққа жеткізу мағынасы. Ал фильм ортасында уақыт Эндиге қарсы жұмыс істей бастайды. Солай Эндидің ең үлкен мәселесі уақыт болып шыға келеді. Энди өзіне көп ұзамай не болатынын біледі. Бірақ Рози әкесіне сеніп, әкесінің жанында өзін қауіпсіз сезініп келе жатыр. Бала үшін әкесі ол бүкіл әлем. Ал Энди үшін Рози өзінің өмір сүруіне ең басты себеп. Осы жерде сенім сезімі пайда болады. Мысалы, апаттан кейін адамдар бір-біріне сене алмайды. Кейбір адамдар өздерін ғана ойлайды, кейбіреулер тым қатыгез болып кетеді. Ал Энди секілділер адамгершілігін сақтап қалады. Сонымен қатар Эндидің шешімі тек өз өміріне емес, Розидің өміріне де әсер етеді. Егер ол жалғыз болса, кез келген тәуекелге бара алар еді. Бірақ қасында баласы бар. Сондықтан әрбір қадамын аңдып басуға тура келеді. Фильм осылайша бізге зомби секілді қауіпті апаттар да адам өзінің шынайы мінезін көрсетеді деп жеткізеді. Қалыпты өмір сүріп жүріп біз бәріміз жақсы адам бола аламыз. Бірақ өмірімізге қауіп төнгенде қандай таңдау жасайтынымыз біздің кім екенімізді көрсетеді. Энди мінсіз кейіпкер емес, ол қорқады, қателеседі, кейде не істерін білмей қалады. Бірақ соған қарамастан алға жүруін жалғастырады. Бұл оның батылдығы. Батылдық деген қорқпау емес, батылдық қорқсаң да алға жүру. Сондай-ақ Энди үшін қызының физикалық қауіпсіздігі ғана маңызды емес. Ол қызының қандай адамдардың ортасында өсетінін де ойлайды. Өйткені бала айналасындағы әлемнен тәрбие алады. Егер ол тек қорқыныш пен қатыгездікті көріп өсетін болса, болашақта өзі сондай адам болуы мүмкін. Оқиға барысында Томи секілді кейіпкерлердің болуы да маңызды. Олар фильмдегі әлемнің толықтай қараңғылыққа айналмағанын көрсетеді. Фильм осылайша бізге әлемді құтқарудың үлкен әрекеттерден басталмайтынын жеткізеді. Кейде бір адамға көмектесу, бір тіршілікті қорғау, немесе біреуге сенуді жеткілікті. Энди бүкіл әлемді құтқара алмайды. Ол бұл ауруды тоқтата алмайды. Бірақ ол бір адамның болашағын өзгерте алады. Энди қызының өзінсіз өмір сүре алатын жағдайға жетуін қалайды. Бұл өте ауыр шешім, өйткені кез келген ата-ана
баласының жанында болғысы келеді. Бірақ жақсы көру адамды өзіңе байлап қою емес. Жақсы көру сен жоқ кезде де оның өмір сүре алатын жағдайын жасау. Ал фильмнің шынайы мағынасына келетін болсақ, Энди өзінің тағдырын толық қабылдайды. Енді оның мақсаты қызының болашағын қамтамасыз ету. Қысқасы, бұл фильм зомби туралы емес, бұл махаббат туралы. Сондықтан бұл фильмнің финалы өте көп эмоушнге толы. Біз Энди мен Розидің қарым-қатынасын жай ғана әке мен бала арасындағы байланыс ретінде емес, үміттің белгісі ретінде көреміз. Ал Рози жаңа әлемнің белгісі. Тек ол болашаққа жету керек. Ескі әлем жоғалады, содан кейін жаңа әлем басталады. Сондықтан бұл «Карго» деп аталатын фильм бізге зомбилерден қалай құтылуға болады деген сұрақтан көрі маңыздырақ сұрақ қояды. Қиын кезеңде адамдық құндылықтарымызды сақтап қала аламыз ба? Энди секілді кейіпкерлердің жауабы иә. Өйткені әкесі өзіне емес, басқа адамға үміт қалдыруды таңдайды. Ал фильмнің ең үрейлі жері зомбилер емес. Ең қорқыныштысы уақыттың ешкімді күтпейтіні. Адам өзінің уақыты бітпейінше күресуін жалғастыра беруі қажет. Ал көрермендер пікір жаз және де лүпіл бас арнаға жазыл.